Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Cosmos Fire достар. Бүгін біздерде Free Fire'дан ойын ойнайтын боламыз, яғни челлендж достар, видеоның атынан және бүгін біздерде қасымызда сборная KZ гильдиясының балдары, яғни мен де сол гильдияда офицер боламын достар. Егер гильдияға кіргілеріңіз келсе, маған личкаға жазыңыздар ВК-да. Достар, сіздерге бірдем айтып жіберейін. Менде қазір мен өзім даусым естіледі, бірақ мына қасымдағы балдардың даусы естілмей қалыпты енді. Достар, біз ойынымызға бастадық. Мына жерде негізі машина болу керек еді, что-то нерде жоқ екен. Міне достар, балдар машинаны тауыпты. Кетікчіктер. Мына картада міне шықты. Міне достар, картада дежавилдің несі шықты, қайда баратыны. Кеттік енді сол жаққа. Міне достар, не үшін түсіп қалды десеңіздер, яғни бірінші болып державил осы жерге тоқтап, осы жерде лут тастайтын болады. Міне осы жерде баны мен осы қанша раундтан бері көріп жүрген болатын достар. Сол енді ойлап қалмаңыздар, енді жерден лут ететін ғана мынау деп ойлап қалмаңыздар. Міне достар, біз державилге кірдік, яғни М5 деген ба, сондай алдық. Аларға гранта стена бержейік достар. Гранта деп мұны. Бұл, державилде 3 оружие шығады, соның 3-ін бөліп алдық. Яғни мен өзім бана корягым бар еді. Аларда 2 ма сондай бір оружие шықты. Міне достар, тағы да державил тастаған екен. Айырдырып. Бұның ішінде дым шықпайды дейді. Стек стена сондайлар ғана шықты дейді. Енді келесі державилге кеттік достар. Міне достар, біз келесі державилдің дробына келдік. Бұл жерде акадропкамен, яғни UMP гранаталар, сондай заттар өте көп тастайды достар. Стена сондайлар өте көп тастайды. Сондықтан да мен стенаның бәрін жиып алып жатырмын. Бірақ бұл да бір минусы, яғни сумка тастамайды екен достар. Менің қасымдағы 2 досым бөліп қалды, енді ренжімейсіздер. Қазір өзім енді бірдеме қылып ойнайтын боламын. Міне достар, енді кезекті державилдің дробына келдік. Бұл жақта қанша дробаш UMP-тер тасып, бірақ UMP алу керек достар, патроны өте көп. Дробаштың патроны тек 15-ақ болыпты достар. Енді бізде келесі державил деген керек емес сияқты, өткені тек бір нәрсе беріп жатыр. Стена болды, менде сумканың несі таусылды. Орны таусылды достар. Енді ештеңе ала алмаймын походу. Ары қарай жаяу бару керек сияқты, өткені зона кішкентай болып қалды, яғни машинамен жүрсек қиын болады достар. Адамдар естіп қояды мен даусымды. Мына достар, брониктегі ренжімеңіздер, енді алып қойыппын нечейні. Челлендж жасап жатқанымды ұмытып қалыппын. Қазір достар, осы жерде көресіздер, бомба болады достар. Почти бір отрядпен қарсылас болып қалдым. Бірақ соңында біреумен ба, екеумен ба сондаймен қалып қалдым достар. Достар, осы жерде маған бір отряд жауылып жатыр еді. Енді оның урандарын азайтып алдым. Енді патроным жеткенше. Өлмейді достар, қандай броник екенін білмеймін. Мен астымда біреу киіп жатқан сияқты, менде граната жоқ. 9 стена бар екен достар, бақ. Маяқтан біреу киіп жатыр. Граната жоқ аттың. Басына кетті. Біреу минус достар. Тәбет ету керек. 9 стена бар, яғни державилден шыққан. Яғни мен отрядқа қарсы ойнап жатырмын достар, бір өзіме. Өте қиын. Артынан біреу атып жатыр. 2 адам қалды достар, осы екеуі, осы бір отряд қой. Урон азайтып жатырмын, өлмеді, менде маза болды. Мына жақтан біреу кеп жатыр, біреу астында кеп жатыр. Өте қиын болып тұр. Нерде граната болған кезден гранаталарды лақтырып сәл болсын шанс болар еді. Менде еще патрон қалмады достар, қараңыздар. Өзім калашымда 18 патрон қалды.
Сена деген же деді. Кассир қойып жібереміз. Міне достар, мына шетімде мен біреу келіп отыр. И астында біреу жүр. Сена қойып бару керек маған. Басым ат жермесе болды. Енді маған раш жасау керек пе, или күтейін ба сонан. Мынаны ата береміз. Нектен мынау шығып отыр. Басына қадай жіберуге болады, бірақ Сенаға тиіп кетіп отыр достар. Нейім бәрі. Почти 0 хпана да бар ғой, почти. Я раш жасауға кеттім. Мына жақтан біреу атып отыр, тағы да жабылып. Мына жерде плотно салды. Давайте етіп үлгермей қалдым негізі. Патронны қараңыздар достар. Емпикте 0, вообще емпик мат атқан кезінде давайте етіп үлгердім. Бір патрон қалды, енді мына пистолетпен ататын боламыз достар. Алып қосып боламыз. Стенада уже бітті. Калашта бір патрон қалды, енді артынан атпаса. Осы жерде ойладым достар, біреуді лутат ете салайын ба, топ аламын деп. Жоқ, бірақ лутат етпедім. Атяшқа жіберем деп ойлағам мына жерде пистолетпен, бірақ болмады. Алдымнан шықты, стена қою керек, стена қойдым. 0 патрон достар, 0 патрон. Осы жерде не алам деп ойлағам. Патрондар алам деп ойлағам достар. Достар, енді осымен видео аяқталды. Енді осы видео енді өзіме бір онша емес шыққан сияқты. Енді достар, ренжімеңіздер. Яғни қасымдағы отрядтың барлығы өліп қалды, енді қаншама лут болғанымен. Мен бір өзім қалып кеттім, болмаса достар топ бір алатын едік. Мынау бірінші матчтан үзінді, яғни тағы да біреу өліп қалды, тағы да біреу өліп қалды. Солай өте қиын болды бұл челлендж жасау. Яғни осы алдында болған видеоны енді амал жоқ. Негізі салмайым деген, енді салдым достар, енді сіздер үшін. Сонша еңбек кетті енді. Енді достар, сіз еңбекті бағалайсыздар деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетейік достар. Қазақтар бар ма деп орыстар айтып еді. Солай достар. Давайте.